4'te 60-шы есеп. Екеуінде бөлімін 3 бөлшектінде бөлімдерін бірдей алсын деп тұр. Яғни 3 бөлшекті бірдей алу үшін көреміз 6, яғни 2-ге де еселік болады, 3-ке де еселік. Яғни 6 2-ке де бөлінеді, 6 3-ке де бөлінеді. Яғни ортақ бөлім 6 болады. Екеуінде, яғни бірінші бөлшекті көбейтемін 3-ке, екінші бөлшекті көбейтемін 1-ге, үшінші бөлшекті көбейтемін 2-ге. 2-ге. Яғни осыдан шығады, бізде шығады. 3-ке көбейтсем 6, 3-ке көбейтсем 1. Сонда 6-дан 3 нүкте тұр. 1-ге көбейтсем солғы бөлшектің өзі шығады 6-дан 1. Және 2-ке көбейтсем 6-дан 4. 6-дан 4. Енді көрем 28 7-ге де бөлінеді, 4-ке бөлінеді. Яғни ортақ бөлім 28 болады. Бірінші бөлшекті 7-ге көбейтем, екінші бөлшекті 4-ке көбейтем, соңғы бөлшекті 1-ге көбейтем. Яғни ортақ бөлім 28. 28-ден 7 үтір, 28-ден 5 4-ке көбейт шығам. 20. 1-ді 28 көбейтем, қайттан сол бөлшектің өзі қалады. Бөлімдер бірдей ма? Бірдей. Енді келесі бөлшек 20. Ең үлкен сан 20. 20 5-ке де бөлінеді, 20 10-ға да бөлінеді. 4-ке бөлем, 1-ге көбейтем, 2-ке көбейтем. Яғни көбейт шығам. 20-дан 4 нүкте тұр. 20-дан 1. 2-ке көбейт шығам екеуінде. 20-дан 6. Енді көреміз. Келесі бөлшекті көрем. 16 4-ке бөлінеді, 8-ге де бөлінеді. Яғни 4-ке көбейтем бірінші бөлшекті, екінші бөлшекті 2-ке көбейтем, кейін 1-ге көбейтем. Сонда шығады 16-дан 12 үтір. 2-ке көбейт шығам. 16-дан 14 нүкте үтір. И өзі бөлшектің өзі шығарам. 16-дан 3. Бәрінің бөлімдері бірдей. Ары қарай көрем 15 3-ке де бөлінеді, 15 5-ке де бөлінеді. Значит, ортақ бөлім 5-қа алсақ болады. 5-ке көбейтем, 1-ге көбейтем және 3-ке көбейтем. Сонда 15-тен 5-ке көбейт шығам. 15-тен 10. Бірінші бөлшек, екінші бөлшек сол қалпында қалады. Және 5-ке көбейт шығам. 15-тен 12. Келесі, енді қарамыз. 9-дың еселіктерін жазып шығамыз. Өйткені мына жерде 9 6-ға бөлінбейді, 9 2-ке бөлінбейді. 9-дың еселіктерін жазып шығам. 9-дың еселіктері өзінен басталады. 9, 2-ке көбейтсем 18, 27, 3-ке көбейтсем 4-ке көбейтсем 36. Сонымен ары қарай кете береді. Енді осы еселіктердің ішінде 2-ке де 6-ға да бөлінетін сан бізде ол 18. 18-ге 2-ке бөлінеді, 18 6-ға да бөлінеді, 18 9-ға да бөлінеді. Яғни бөлімін 18 қылып алам. 18 болу үшін бұл бірінші бөлшекті 9-ға көбейтем. 18 болу үшін екінші бөлшекті 2-ке көбейтем. Үшінші бөлшекті 3-ке көбейтем. 9-ға көбейтсем 18-ден 9. 2-ке бөлсем 18-ден 2. И 3-ке көбейтсем 18-ден 15 болады. Ал, кеттік.